Сәлеметсіздер қадірмен көрермендер, сіздер IT сервис кезет каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон, ол Samsung G4 Core деп айтылады. Және яғни оның моделі SMG401F/DS. Яғни 410 G4-тің өзі 400 болса, G400, ал бұл G410, ал G4 Plus G415. Бұл соның ішіндегі G4 Core деген телефон. Яғни G2 Core, яғни G2 Core деп айтып жатамыз орысша. Сол телефонның ағасы. Келген мәселесі, телефон Google аккаунт болғатынан құлтанып қалған. Егер сіздер телефонның ішінде Google аккаунт логин мен паролін қандай да бір себептермен білмейтін болсаңыздар, естеріңізден шығып кеткен болса, онда үй жағдайында бұл бұғатты қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Және мына жерде бізде далее деген мінекей қарасаңыздар, өткізбейді подтверждение аккаунты деп сұрап тұр. Егер осы бөлікке келген болсаңыздар, сіздер артқа қайтасыздар. Артқа және Wi-Fi желісіне телефондарыңызды қосып алуларыңыз керек болады. Wi-Fi-ға интернетке шығуға мүмкіндік болу керек. Одан кейін біз бастапқы бетке қайтамыз. Мына жерде тілді таңдайтын телефонда талбөк функциясы жұмыс жасамайды. Яғни біз экранға екі саусақ басып тұрсақ, специальный возможность деген қосылушы еді. Одан кейін добавить сет дегенмен шықпайды. Хаш SMS пен SMS келмейді бұл телефонға. Алдыңғы видеоларымызды көрсеткеніміздей, мысалға хаш SMS пен басқа телефонмен хаш SMS пен SMS жіберсек келмейді. Мұнда басқаша тәсіл, яғни бізге пин-кодқа түскен сим-картамен көрдік, ол да болмады. Оны да біз басқа видеоларды көрсеткен едік. A3, Samsung A3, G3 деген сияқты. S8 деген айтып жатамыз, осы S8-лерге де кететін тәсіл бұған жүрмеді. Samsung Core-ға неге екенін білмейміз, осы модельдерге айтыр. G2 Core, G4 Core-ға да ондай тәсілдер кетпейді. Бірақ бұған басқа тәсіл кетті, біз оған экстренный вызовпен кіретін болдық. Добавить вызов емес, ол басқа тәсіл екен. Ішіне сіздер сим-карта салып аласыздар телефонға. Менің жағдайымда ол Beeline KZ тұр менде номер. Номер шыққан соң байқа яғни сет шығып тұрғандығына көз жүгіртіңіздер. Одан кейін сіздер 112-ні тересіздер. 112-ні теріп, қоңырау несін басамыз белгісін. Басқан кезде естеріңізге сала кетейін, жоғары жақта жерде 3 нүкте шығады. Соған басып біз жерде жоғары оң жақта 3 нүкте шығады. Қоңырау шалынып, яғни оператор алған кезде біздің қоңырауымызға жауап берген кезде жерде 3 нүкте шығады. 3 нүктеге кіріп кетуіміз керек болады. Соған өте мұқият болыңыздар және жылдамырақ жасауға тырысыңыздар. Неке қоңырау шалдық, кетті. Жоғары оң жаққа қарап тұрыңыздар. Байқаған болсаңыздар, ішінен сұлы спасен, яғни жедел қоңыраудың несі ауруханамен полицейлер алды бізді. Байқаған болсаңыздар, жаңа 3 нүктен басқан соң астына отправить сообщение деген болады. Сол отправить сообщениеге басасыздар сіздер, және жерде бізді сообщениеге кіріп кетеді. Байқасаңыздар, біз бұны жасап көрдік. Жаңағыда YouTube-тың несін жазып, біз жіберіп көрдік мына жерге. Яғни бізде мына жерде сілтемесі тұр. Егер де сіздерде мына жер бос болады, сонда сіздер выйдите сообщение дегенде сіздер 3w.youtube.com деп жазып, отправить деген самолеттің белгісіне басасыздар. Және мына жерде ол бізде youtube.com деп сілтеме тұрады. Соған басамыз, біз осылайша YouTube приложениесінде стандартты, телефонның ішінде стандартты YouTube приложениесіне кіре қоямыз. Енді видеоны көріп атқан ағайындар, каналымызға жазылған тіркелген адамдар түсініп отқан болса керек, 100% бұл жеңіс деп. Біз Google аккаунт болғатын, бұл айтқанда 50% шығарып отырмыз Google аккаунт болғатынын.
Енді жоғарғы оң жақта адам белгісіне басамыз, кішкентай. Условия использования дегенге басамыз мына жерде. Енді мына жерге жоғарыға сілтеменің орнына біз жазамыз Adrom деп. Adrom сайты. Енді бұл индистердің сайты болу керек, үндістердің. Бұл жерде adrom/bypass деген таңдайсыздар екінші қатардағы. Bypass Google аккаунт 2019 Adrom. Бірінші шыққан нәтиже. Одан кейін мына жерде жаңылыспасақ енді телефонда Android версиясы 8 болса керек. Сондықтан үшінші қатардағы Android 8 GAM APK деген таңдаймыз. Үстіне басып. Және мына жерде разрешить деген рұқсатты береміз. Одан кейін FRP Bypass. Төртінші қатардағы. Соны жүктейміз. Начало загрузка. Енді біз астыңғы бөліктерде закладка деген болады. Закладкаға басамыз. Ол жерден журнал загрузок. Енді мына жерде екі файл тұр бізде жүктелген. 8-ші Android әлі жүктеліп жатыр. Мінекей, пайызы көрсетіліп жатыр, қанша пайыз болғандығы. Ал FRP Bypass ол жүктеліп қойған. Біз Android 8 гамды орнатамыз бірінші, үстіне басамыз. Мына жерде настройка. Разрешить для этого источник дегенді қосамыз. Төбеден артқа қайтамыз. Установить дегенді таңдаймыз. Жаңылыспасақ, Android версиясы 8-де 1 болу керек. Мен солай да ойлап отырмыз, өйткені біз ешқандай бір дайындықсыз түсіріп отырмыз видеоның негізінде. Готово. FRP Bypass'ты орнатамыз енді. Установить. Яғни дайындықсыз болғанда біз оны аккаунттан шығарып тастап, қайтадан аккаунтқа түсіріп видеоны түсіріп отқан жоқпыз қайталап. YouTube'да несін бүкіл тәсілдерді қарап көрдік. Жаңа сообщениемен жіберетін экстренный вызов арқылы сообщениемен YouTube'қа кіретін тәсілді көрген соң видеоны түсіріп жатырмыз. Енді мына жерде FRP Bypass'ты открыть деген соң жоғары оң жақта 3 нүкте болады. Соған басып вход в браузер деген таңдайсыздар. Окей бұл жерден. Телефонный адрес дегенге енді жаңа бір Google аккаунтты жазамыз. Телефондағы ескі Google аккаунт емес. Өзіңіздің кәдімгі қолданып жүрген басқа Google аккаунт. Енді мына жерге парольді жазасыздар. Аккаунт жазылған соң мен өзім парольмен сіздерге көрсете алмаймын. Мінекей, пароль жазылды. Войти бұл жерде. Енді осы тұрған күнде телефонда бір рет өшіріп қосамыз, өшіріп қосу кнопкасын басып, перезагрузить. Телефон қосылған соң видеоны жалғастырсақ, сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу үшін. Мінекей, G4 Core. Қосылсын қазір телефон. Мінекей, телефон қосылып жатыр. Добро пожаловать. Бастапқы баптаудың барлығын басынан өтіп шығамыз. Стрелка. Wi-Fi желісі қосылғанға дейін кішкене күтеміз. Біріншіде бізге Wi-Fi-ға қосылып тұрғаны керек. Яғни интернет қосылып тұру керек бізде. Компьютердің көмегінсіз Google аккаунт бұғатын шығару тәсілі бұл. Подключение. Далее. Егерде бұл тәсілдер болашақта жұмыс жасамай жатса, онда тек қана бір тәсілі болады. Ол combination деген файл арқылы. Мінекей, аккаунт добавлен деп тұр. Далее. Combination файлымен біз G6-ма жаңылыспасақ каналда бар, видео түсіргенбіз. G6-ны Tab A6 деген бұл жерден далее. Яғни компьютермен прошивка жасап Google аккаунт бұғатын шығару тәсілдерін көрсеткенбіз. Бұл жерде не сейчас? Енді бізде қазір қолмен ашылып жатыр. Бұл жерде нет. Еще принять. Окей. Готово. Телефон готов к работе дейді. Осылайша біз G4 Core телефонын сіздермен бірге Google аккаунт бұғатынан шығардық толықтай. Енді біз төбеден былай түсіріп телефонның настройкасына кіреміз. Система. Сведенного телефона деп телефонны көрсек. Мінекей. Android версия 8.1.0. Номер модель SMG410F. Енді системаның ішінде біз сбросқа кіріп, сброс данных, сбросить, удалить все деп телефонның настройкасының ішінен телефонды толықтай бір форматтаймыз. Сонда келесіде телефон қосылғанда
Google аккаунт болғатын сұрамайтын болады. Сонымен видео сіздерге ұнаған болса лайк басып каналға тіркеліңіздер. Сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Сіздердің біздің каналға тіркелгендеріңіз біз үшін ол өте үлкен бір жетістік. Ал сіздердің лайктарыңыз осы видеоны шығарып жатқан авторларға ең жақсы бір алғыс деп біз білеміз. Сау сәлеметте болыңыздар.